назар аударыңыз. Сәлем құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Қазақстандықтардың өмір сүру жасы ұзаруы мүмкін. Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы 75 жасқа дейін артуы мүмкін. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният айтты деп хабарлайды Бақ.кз. Өткен жылы халықтың жалпы өлімі 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 29%-ға төмендеді. Қан айналым жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітім көрсеткіштерінің 33%-ға, обырдан болатын өлім-жітім 8%-ға, тыныс алу ағзаларының ауруларынан болатын өлім-жітім 1,7 еседен астам төмендеді. Туберкулездан болатын өлім-жітім 17,6%-ға төмендеді, деді Ажар Ғиният. Құрметті көрермендер, сіздерге өзім және командамыз атынан ұзақ өмір тілейміз. Өмірлеріңіз ұзақ, дендеріңіз сау болсын. Егер осы тілегімізге қосылсаңыз, бейне астындағы бір ғана лайк түймесін басып, арнамызға жазыла кетуіңізді сұраймыз.